Kızlar, bugün ne жасаватсыңдар? Güllerge kütüm isteyaptım. Тайғырат бұрышында гүлдерге күтім жасаватсыңдар ма? Ал енді оған не істейватсың? Су құйыватсың ба? Ya. Бұл гүлді күту үшін бірінші топырағын қопсылады екенбіз, иә? Одан кейін су құямыз, иә? Aki. Tamırdan hava şuşer. Бұл тамыр топырақтың астында болғаннан кейін біз оны көре алмаймыз. Қараш, мен де көре алмаймын, сендер де көре алмайсыңдар, иә? Бұл топырақтың астына сумен өседі екен. Бұны біз көру үшін біз зертханаға барайық, иә? Біз сол жақтан көре аламыз, көреміз, иә? Ya. Қазір зертханаға келіп отырмыз, иә? Жаңа тамырлар қалай су ішетінін сұрадыңдар, иә? Енді соны біз қазір осы зертханадан зерттеп байқап көреміз, иә? Тамыр өсімдіктердің өзегінен суды қалай тамырланып, қалай жайқалып өсетінін қазір біз сендерге көрсетеміз, иә? Бұл менің көмекшім Руслан. Руслан қазір осы суды құйып, қазір көрсетеміз, иә? Қазір Руслан, мына стакандарға мына суды құйып шығайық, иә? Мен өзім көмектесіп жіберейін, иә, бұған Русланға. Ал біз суды құйып шықтық, иә? Суды құйдық. Енді бұған біз мына жердегі бояғыштарды стакандарға саламыз, иә? Кәні Руслан маған көмектесші. Кішкене алып себелейміз, иә? Енді қызылдан себеміз, е? Енді сен мұнаны әбден ерігенше араластырамыз, е? Сен араластыра бер, е? Мен басқасын саған дайындап берейін. Енді мынаны араластырамыз, е? Ерді ма? Араластырамыз. Руслан, біз мына суымыз қандай түске айналды? Көк. Мынау су. Nasıl? Қара. Қызыл. Ал енді осы суларға біз мына орам жапырақты салып көрейік, е? Кәні салайықшы. Жасыл түске саламыз. Енді қара. Көк суға салғанымыз қандай түске айналып жатыр? Көк. Көкке. Жасыл түске салғанымыз қандай түске айналып жатыр? Жасыл. Аға, мынау қандай түске айналып жатыр? Қара. Ал мынау? Қызыл. Көріндер ма? Өсімдіктер осы су арқылы өстіп тамырла су ішіп, өздерінің өзектеріне, жапырақтарына осы су мен өсімдіктерге жайқалып, өстіп барады екен, иә? Ішеді екен суды, гүлдің тамырлары. Көріңдер ма? Ya. Мына гүлден өскеннің жапырағы. Мына суға салып, күнге шейін тұрып, мынандай осы өседі, сөйіппен. Көріңдер ма, қыздар? Көріңдер ма? Мына гүлді жерге түскен жапырақты біз суға сап қойдық, ә? Одан кейін оны 2-3-4 күннен кейін қараңдаршы. Жапырақтан не көріп тұрсыңдар? Картошка. Бұл тамыр. Бұл өстіп тамырланып өседі. Бұны біз енді түбекке алып, топыраққа
салып, бұны топыраққа отырғызып қоямыз. Көрдіңдер ме? Гүл деген қалай өсетінін, иә? Одан кейін біз ол топырақтар гүлді әдемілеп, гүлдеп, күтім жасап, су құйып күтеді екенбіз, иә?